Алла тағала адамның ниетін береді. Егер адам бұрынғы аталарымыз ақша жұмыс істеп ақша жинаса, соның бір шетін қойып қояды екен. Қажылыққа барам, Меккеге барам деп жинайды екен. Біздікілер де жинайды, на черныйден жинайды. Құдай сол тілеуін қабыл қылады, бір күн ұсталасың взяткамен, черныйден болады. Сол черныйден шығарасың да бересің, сонымен черныйден белыйден ат қайтадан. Болды да қалды. Өйткені сен ниетің со ғой. А кейінгілер жинай бастады не үшін? Той болсам екен. Тойға жинайын дейді. Содан кейін мына қазақтың тойы бітпесін деген негізі жақсы сөз емес бұл. Қазақтың ғалымы бітпесін. Қазақтың ұстаздары бітпесін. Қазақтың даналары бітпесін. Қазақтың ақжауықты аналары мен аталары бітпесін. Қазақтың дана балалары бітпесін деп дұға қылу керек. Той бітпесін деген не деген сөз? Оның үстіне тапқаның тойға шашылсын дейді. Бұл не деген сөз? Знаешь, той жасай беріп банкрот болып өл деген сөз, кредитке кіріп өл деген сөз. Ол жақсы сөз емес ол. Той и так та болады. Той деген не? Қарның тоқ болса, үстіңде көйлегің болса, жалаңаш болмаса, әжетханаға аяғыңмен өзің барса, бұл тойдың тойы осы. Бұдан артық той керек жоқ. Миллион, миллиардтың иесі ол. Әжетханаға аяғыңмен барамағаш. Не болады? Сол миллиардтың керегі бар ма? Бұл проблеманың проблемасы. Кешегі Ер Қабанбай атамыз жоңғар шоқ шапқыншылығынан келе жатса, біреу ойбайлап келе жатыр дейді алдында. Ой деп қиналып жатыр дейді. Содан напсыншы қиналады деп келсе, ана соғысқан кезде қолын шауып кетіпті да, қолы салбырап тұр дейді, бүйтіп қысып келе жатқанда ой деп келеді дейді. Сөйтсе Қабанбай атамыз айтты дейді ғой. Тісің ауырғанда айғайлайсың ой деп айтады дейді. Сол заманда ең қатты ауру тіс болған ғой енді ол кезде. Ол емдей алмаған ол кезде енді.